Бәршеге ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін сіздер менен алдын if else өттік қой. Сол if else-тің сәл мини версиясын көріп шығамыз, яғни ternary операторын. Ternary операторы бұл шартлы оператор бұл if else ұқсап. Бізде бұл жерде кондишнімізді қойып тұрып тексеруіміз мүмкін болады. Яғни ол қандай? Бұл сәл кішкентайлау, темем кішкентай, 5 минут түсіндіріп тастаймын қазір. Константа дейміз, мысалы үшін берген өзіміздің name number'ымызды тығыштыра береміз. Оның мысалы үшін константа number 2 тең болсын 12-ке. Окей. Енді мысалы үшін консолға бір текст шығарып жатырмыз, неге? Біз текст шығарудан алдын ойлануымыз мүмкін, тексеруіміз мүмкін. Егер number 1 дейміз, үлкен болатын болса, number 2-ден. Енді бұл білеміз, біздегі false немесе true қайтарады, енді бізде айтуымыз мүмкін, егер бұл false бұл бір жерге true қайтаратын болса, деп сұрақ қоямыз, бұл уже ternary операторының баслануы. Егер бұл true қайтаратын болса, яғни number 1 үлкен болатын болса, number 2-ден. Біздер консолға шығарамыз string, уже неге string еп түседі. Number 1 is great then. Енді менде ошибка шығарып тұрды, яғни ізін давам ет деп атады. Ожидалось, яғни күтілмекте қос ноқат. Яғни if-та else болғандай, ternary операторының сұрауында ізінде else-тың орнына қос ноқат бар. Яғни else сипатында бізде айтуымыз керек, енді number 1 is not great then. Яғни енді қарайтын болсақ, number 1 is not great then. Яғни уже шартлы операторымыз бізде істеп отырыпты. Number 1 астанам number 2-ден үлкен емес. Егерде мен 15 дейтін болсам number 2-ге. Қарайтын болсақ, number is great. Number 1 is great then. Number 1 үлкен number 2-ден. Сұрау қойып отырмыз. Сұрауымыз бұл тең ба деген сұрау. Тең ба. Егер ауа деген жауапты алатын болса, ол тап сол тең баның қасындағы мына текстті шығарады. Егер тең ба деген сұрауына яқ, ол братчике, кішкентай ол дейтін болса, онда else деген жағдайды алып кетеді. Тап сол нәрсе. Енді кешегі өзіміздің практикамызбен салыстырып көретін болса, қандай болады ол? Мысалы үшін константа h h тең мысалы үшін 18-де. Енді console.log дейміз. Мысалы үшін h үлкен немесе тең болсын 18-ге деп сұрау қоямыз. Бірге просто 18 плюс деп қояйық. Else деп тұрып, және тексеруіміз мүмкін біздер. Яғни else if-ке ұқсаған нәрсе. Else дейміз, енді және тексереміз. Age-иміз h үлкен немесе тең бе 12-ден дейміз. Енді бірге және сұрау қоямыз. Һәм сұрауды жазамыз сен бірге. Яғни true болса, егер 12-ден үлкен болатын болса, 12 плюс қоямыз. Енді уже бұған else қоямыз да. Бұған енді мысалы үшін 6 плюс. Енді зат болды енді. Мынандай болды неге. Деп көрсетемін. H-іміз 18-ден үлкен ба? Үлкен болатын болса, мынаны шығар неге. Енді үлкен емес па? Үлкен емес болса, тексер. 12-ден үлкен ба хотя бы? Сұрап отырды. Хотя бы 12-ден үлкен ба? 12-ден үлкен болатын болса, 12 плюс шығар. Яқ 12-ден кішкентай болатын болса, онда қоя братчик дейміз де, 6 плюс шығарып неге. Түсіндік қой? Мынандай жазылады. Енді бұны сәл мынандай қылып кішірейтіп көрсететін болсам, мынандай болады неге. Age-иміз мына жақта бір қосымы болады. Бұл тексереді неге. Вот. Егер true болатын болса, мынау шығады. Ал егер false болатын болса, және тексереді ол. Ал true болатын болса, мынаны шығарады. Ал false болатын болса, уже 6 плюс шығарады. Яғни ternary операторымыз бұл жүдем маңызды, жүдем қолайды. Һәм көп жерлерде пайдаланады. Егер алтыда React бойынша сабақтарымыз болатын болса, көруіңіз мүмкін, жүдем көп жерде ternary операторы қолданылған болады. Ондай болса, бүгінгі кішкентай темамыз
ошол менен жумакаланды. Силер менен бирге болгон Ыкылас Аралбаев. Сабакат көрүүдө давам этиң. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.